Қазір қыс мезгілі және адамдардың көпшілігі тұмаумен вирустық ауруларды жұқтырып жатыр. Жөтел, оның атауының өзі көптеген адамдарды тітіркендіреді және өмір сапасына теріс әсер етеді, қажытады және ұйқыны бұзады, әрі үнемі ыңғайсыздық сезімін тудырады. Көп жағдайда жөтелдің себебі суық тию, тұмау және тыныс алу жолдарының басқа аурулары, бронхит, трахит, ларингит және басқалары болуы мүмкін. Сонымен қатар жөтел жүрек ауруы, аллергия, дәрі-дәрмектің кейбір түрлерін қабылдау, темекі шегушінің жөтелі деп аталатын жөтел. Жөтел тек симптом болғанына қарамастан, онымен міндетті түрде күресу қажет. Соның ішінде оны үйде де жасауға болады. Достар, каналды ауыстырмаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Себебі видео барысында біз үйде тіпті асқынған жөтелді қалай тез емдеуге болатындығы туралы айтатын боламыз. Үй жағдайында жөтелді қалай емдеуге болады? Біріншісі, жылы сұйықтықты көп ішіңіз. Сізге жылы су, әлсіз шай, шөп қайнатпалары, компоттар және тағы басқаларын ішуге болады. Жылы сұйықтық шырышты қабықты жұмсартады, қақырықты сұйылтуға көмектеседі. Осылайша оны жылдам кетіреді. Екіншісі, жақсы демалыс. Мүмкіндігінше көбірек демалу керек. Сіз жатқан сәтте басыңыз кеудеден жоғары болуы керек. Бұл позиция қақырықтың жақсы өтуіне ықпал етеді. Үшіншісі, ылғалды ауа. Сіздің шырышты қабығыңызды ылғалдандыруға және тыныс алуды жеңілдетуге көмектеседі. Ауаның ылғалдығын арттыру үшін сіз арнайы қондырғыларды қолданыңыз. Немесе үйде барлық жерде су ыдыстарын орналастырыңыз. Сонымен қатар суға эвкалипт пен шай ағашының эфир майларын қосуға болады. Жөтелмен күресудегі халықтық рецепттер. Біріншісі, какао майы қосылған жылы сүт. Бір стакан жылы сүтке дәміне қарай бал қосыңыз. Соған какао майын қосып, күніне 3 рет кішкене жұтыммен ішіп отырыңыз. Екіншісі, күріш буы. Бұл процедура тыныс алу жолдарын жұмсартуға көмектеседі. Алдымен күрішті жақсылап қайнатыңыз. Артынша, қайнаған күріш сорпасын кең ыдысқа құйыңыз. Басыңызды орамалмен жауып, шамамен 10 минут бумен демалыңыз. Үшіншісі, бал қосылған алоэ. Олар 1:1 пропорциясында дайындалады. Күніне 3 рет бір ас қасықтан қабылдау қажет. Бұл қосынды қақырықты шығаруды жақсартуда көмектеседі. Төртіншісі, шөп қайнатпалары. Қарағай бүршіктері үйде жөтелмен күресудің тамаша құралы болып саналады. Тамақтану кезінде күніне 3 рет бір кесенің 3-тен 1 бөлігін қабылдау керек. Бесіншісі, ингаляция. Сода тұзбен. Сода және тұздың көмегімен ингаляциялау тітіркенген тыныс жолдарын жұмсартуға және жөтелді азайтуға жақсы көмектеседі. Мұны жасау үшін стақанға қайнаған су қосып, 1 шай қасық содамен тұз салыңыз. Басыңызды орамалмен жауып, бумен 5-6 минут демалуыңыз қажет. Нәтижесі бірден байқалады. Алтыншысы, сарымсақ сиробы. Сиропты дайындау үшін сарымсақтың бірнеше түрін аршып, ұсақтап, оларды балмен араластырып, аздап лимон шырынын қосу керек. Дайын сиропты тамақтанғаннан кейін күніне бірнеше рет 1-2 шай қасықтан ішіп отыру қажет. Жетіншісі, қара шалғам, яғни редька. Ол ең жағымсыз құрғақ жөтелге қарсы қолданылады. Тамыр дақылдарын ойып, шұңқыр жасалады және оған сұйық бал қосылады. 24 сағат қараңғы жерде қалдыру қажет. Нәтижесінде шалғам шырыны жөтелдің жағымсыз түрлерінен арылуға көмектесетін жақсы бір дәрі болады. Шалғам шырынын әр сағат сайын 1 шай қасықтан балалар үшін немесе 1 ас қасықтан ересектер үшін қолдануға кеңес беріледі. 8-шісі пияз.
Бұл тамыр дақылдары жөтел мен суықтың алдын алу үшін жиі қолданылады. Құрғақ жөтелді емдеу үшін 2 пияздың шырынын және жарты кесе қантты араластырыңыз. Қоспаны 10 минут қайнатыңыз. Кейін салқындатыңыз. 50 грамм бал қосыңыз және күніне 4-6 рет шай қасықтан ішіп отырыңыз. 9. Чеснок. Жөтелгенде аяқты чеснокпен сүрту ұсынылады. Сонымен қатар сіз келесі әдісті де қолдана аласыз. 5 түйір чеснокты 300 мл сүтке қайнатыңыз. Бір күнде 50 мл-ден қолдануы қажет. 10. Алоэ шырыны. Бал және лимонмен бірге алоэ шырыны қабынуды азайтуға жақсы көмектеседі. Ал егер сіз алоэ шырынын брусника мен балды тең пропорцияда біріктірсеңіз, сіз керемет қақырық түсіретін өнім аласыз. 11. Эфир майы. Эфир майлары ингаляция үшін қолданылатын, жөтелді басатын жақсы дәрілер болып табылады. Эвкалипт майы құрғақ және дымқыл жөтелді емдеуде жақсы қолданылады. Құрғақ жөтел кезінде эвкалипт майының түймедақ майымен қоспасын қолданған жөн. Ал дымқыл жөтелден құтылу үшін шай ағашы немесе розмарин майымен қоспаларды қолдануға болады. Ыстық суды кең ыдысқа дайындап, бірнеше тамшы эфир майын қосып, содан кейін басыңызды орамалмен жауып, майлары бар буды шамамен 10 минут демалу керек. Толық қалпына келгенге дейін күніне 2-3 рет жасау ұсынылады. 12. Зімбір тамыры. Жөтелден құтылу үшін 250 грамм қантқа 2 ас қасық үгітілген зімбір тамырын қосу қажет. Алынған қоспаға аздап су құйып қайнатыңыз. Қант күйіп қалмас үшін оны үнемі араластырып отыру қажет. Баяу отта қыздыру керек. Қоспа қою массаға айналғаннан кейін оны оттан алып, алынған дәріні күніне 3-4 рет жарты шай қасықтан тұтынып отырыңыз. Маңызды, бұл рецепт тек ересек адамдарға ғана жарамды. 13. Алтей тамыры. Бірде-бір пропорциясында алтей тамыры мен өгей ананың жапырақтары араласады. Алынған қоспаны 1 стақан қайнаған су құйып 30 минут ұстаңыз. Дайын тұнбаны жарты стақаннан тамақтанудан жарты сағат бұрын тұтыну қажет. Дәл осы рецепті дымқыл жөтелге қолдануға болады. 14. Сүт қосылған инжир. Ылғалды жөтелмен тиімді күресу үшін сіз дәмді қоспа дайындай аласыз. Сүтке 2-3 инжир жемісін қосып, баяу отта 20 минут ұстаңыз. Алынған өнім 2-3 рет жылы немесе ыстық күйінде тамақтанғаннан кейін тұтынылады. Жалпы халықтық рецептерді қолданған кезде абай болыңыз. Олар жеке төзімсіздікті тудыруы мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым өз мәресіне келіп жетті. Видеоны соңына дейін көргендерге, сондай-ақ каналға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін каналымыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.